Қазақ даласында сирек кездесетін қоқиғаздар қорғалжын қорығында азайып барады. Мемлекеттік табиғи қорықтың өкілдері осылай дейді. Алаңдауға басты себеп Қазақстан қоқиғаздардың солтүстіктегі мекендейтін ең соңғы нүктесі болатын. Бұл құс Иран, Үнді және Пәкістан елдерінен ұшып келіп, осында ұя басып, балапандарын қанаттандырады. Орталық Азияның кейбір елдерінде болып жатқан әскери соғыс қимылдары құстардың аспандағы миграциялық жолын бұзып жатқанға ұқсайды. Бұрын құстың бұл түрі 100-150 мыңнан ұшып келген, ал соңғы кездері 20-50 мыңнан аспайды. Қорғалжын қорығы ЮНЕСКО-ның мұралар тізімінде. Қорық болып құрылғанына да жарты ғасырға жуық уақыт өткен. Қазір 540 мың гектардан астам жері бар. Жер көлемі жағынан әлемдегі ең алып қорықтардың бірі де бірегейі осы. Бұл аптада қазақ жеріне табан тіреген ЮНЕСКО ұйымына мүше 7 елдің делегаттары Қорғалжынға да ат басын бұрды. Жабайы табиғаттың көз тартар көрінісіне шетелдік меймандар кәдімгідей тәнті. Қорғалжын қорығы 2008 жылы ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне алынған. Біздің ұйымның жұмысы қоршаған ортаны қорғау үшін барлық жағдай жасалған осындай жерлермен ерекшеленеді. Біздің білуімізше, Қазақстан билігінің белсенді саясатының арқасында бұл қорық басқа елдердегі ұлттық қорықтардың қасында көш ілгері тұрмаса, қалыс қалып тұрған жоқ. Қорықтың негізгі ерекшелігін айтайық. Әңгіме қоқиқаз жайында. Құстың бұл түрі қазір қорықтың басты бренд саналады. Олардың қорегі Артемия салина деп аталатын құрт. Артемия құрты тұзды көлде болады, ал теңіз көлінің ащылығы әлемдік мұхиттардың тұздылығынан 5-6 есе артық. Жылда мамыр айында осында келіп балапандайтын қоқиқаздар салқын түсе жылы жаққа кетеді. Біз білетін қоқиқаздар өте сақ келеді екен. Қасына бармақ түгілі маңына да жақындау мүмкін емес. Осы Қорғалжын қорығының бетке ұстар мақтанышы болғандықтан біз әрине жақын баруға тырысамыз. Біз қазір теңіз көлінің жағасындамыз. Аяғымыздың асты сор балшық, дегенмен дәл осы жерден шамамен 200 метр қашықтықта 10 шақты қоқиқаз су жағасында қонақтап отыр. Әрине біз оларды үркітіп алмауымыз керек. Әлемде қоныс аударатын құстардың 8 жолы бар. Олардың үшеуі осы қорықтағы теңіз көлін басып өтеді. Жер орта теңіз арқылы ұшатын жол шығыс батыс Африка және Орта Азияда Үндістан, Пәкістан, Иран арқылы өтетін жолдар. Сол себепті бір Қорғалжынның 70-ге жуық көлінде миллиондаған құстар мекендейді. Бірақ қорықтың басты бетке ұстары қоқиқаздар. Теңіз көліміз қоқиқаздың ең солтүстік нүктесі болып табылады, ұя басатын. Әрі қарай солтүстікке бұлар ұя баспайды. Сол бір ерекшеліктер бар. Күнделікті кездесетін тарғағымыз дүниежүзінде бұлардың саны өте аз. Енді құрық кету қауіпі төніп тұрған құстардың бірі болғандықтан, және осы біздің Қорғалжын аумағында мекендіктен бұл да бір ерекше маңыздылық береді. Қорғалжын қорығының аумағы ерекше қорғалған. Бұл жерде браконьерлерге жол жоқ. Көлдердегі балықта беталды аулана бермейді. Білместіктен аумаққа кіріп кеткендер болмаса, осы аралықта заңсыз аң құсатқан адам баласы болмаған. Қорық территориясында қазір киіктің саны 10 мыңға дейін жеткен. Нельзя смотреть на птицу или на бегущего зайца. Аспандағы құспен жерде жүрген қоян болсын, киік болсын, біз оларға еттеп қарамауымыз керек. Ондай гастрономиялық қызығушылықтағы көзқарастың қажеті жоқ. Ойлап қараңызшы, ұшып бара жатқан құсты сыртынан бақылау, көз алмай қарау керемет дүние емес пе? Сол сияқты киіктерді әдемі көрініс беретін табиғаттың бір бөлшегі. Кезінде ақбөкендердің саны күрт азайып кеткенде жапан дала қусырып бос қалған еді. Кеудеңіз еріксіз езілетін, қазір олардың саны артты. Кәдімгідей жаның рахат табады. Бүгінде 200 мыңдай киік дала кезіп жүр. Қазір қорықтың аумағында зоология институтының ғалымдары жұмыс істеп жатыр. Олар биыл соңғы 3 жылда атқарған зерттеулерін аяқтайды. Бірі көлдердің суынан сынамалар алса, енді бірі жердегі құрт құмырсқа жәндіктерді зерттеп жүр. Кейін жиған деректерін еліміздің жан-жануарлар әлемін зерттейтін ғылыми мекеменің зертханасына тапсырады. Нұрболат Успайұлы, Ержан Қанапияұлы, Ақмола облысы.